Өздеріңіз көріп отырғандай Алия алдын ала табысты растау сертификатын алып, пәтер іздеуге кетті. Енді келесі әрекет қандай екенін мен сіздерге айтып беремін. Сәлем достар, сіздермен бірге Нұрболат және ипотека академиясы. Ал сіз үшін қандай ипотека тиімді екенін анықтадық. Алдын ала табысты растау сертификаты туралы да айттық. Енді біз баспана іздейміз және қазір несие өтінімін бере бастаймыз. Есіңізде болсын, несиеге өтініш беру үшін сізде жеке куәлік және жылжымайтын мүлікті бағалау туралы анықтама болу қажет. Бірақ әртүрлі бағдарламалар үшін банк қосымша құжаттарды сұрауға құқылы. Сіз несиеге 3 түрлі жолмен өтініш бере аласыз. Бірінші әдіс – банк бөлімшесіне барыңыз. Екінші әдіс – банк бөлімшесіне барып, кезекке тұрғыңыз келмесе, онда банк кеңесшілерінің көмегіне жүгініңіз. Үшінші әдіс – ешқайда барыңыз келмесе, сіз ипотекалық консьерж қызметін пайдалана аласыз. Ол үшін баспана маркет порталында онлайн форматта несиеге өтінімді толтыру қажет. Барлық осы қызметтерге сілтеме біздің бейнероликтің сипаттамасында көрсетілген. Сүйінші, мен өз ойымдағындай пәтер тауып несиеге өтінім бердім. Көрімдік дайындаңыздар. Керемет достар, егер де біздің бейнеролик сіздерге ұнаса, лайк басуды, біздің каналға тіркелуді және де қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше!